шафанды оқып қалдық. Ой, рахмет. Осындай алсам ба деп жүргенім жақсы болды. Рахмет. Осы жылы танысқан ең керемет жан өзің болдың Ботан. Ал қайырлы кеш болсын бізде дейтін ужин болып кетті негізінде, бірақ специально мамашаларға арнап мен суши пицца заказ берген болатын. Және де осы жақта жұмыс жасайтын кісілер бар, тәтелеріміз бар, прям күшті таза еңбек сол кісілердікі деп күшті бір чай пете жасайын деп жатырмыз. Соның құрметіне мен мамалардан сұрадым, давайте мен сіздерді угощать етейін, қандай жаңағы суши пиццаны қай орталықтікін жейсіздер деп едім. Барлығы бірден Акадзакидің суши пиццасы дәмді дегеннен кейін бірден тапсырыс берген болатын. Қараңыздар, мен дастарханды жайнатып жібердім. Прям мына жақта барлық суши пиццалар келіп қойды. Көбісі айтуы мүмкін. Ал қайырлы түн баршаңызға, құрметті достар. Шудағы тойымызды аман есен бітіріп жолға шығып кеттік. Негізі сағат 12-де бітіріп тастағанбыз тойды. Сторисқа шығатын не болған жоқ, сразу біте салысымен қайттық. Сағат 9-да басталды, 10 тост болды. 9-да бастап, ровно 12-де бітіргесін ғой. 12:30-да, Аллаға мыңдай бір шүкір. Сразу бастық, білмеймін енді. Үйім сағынып кеттім кеше. Еще 4 ойын тықтық. Еще 4 ойын тықып үлгердік. Жігіттермен бірге қайтып баратырмыз. Бірге келдік. Бірге қайтып баратырмыз, короче. Жол сапар деген сияқты, жол серік болып, кәдімгідей кайф. Ей, ұйқығанды ма? Жоқ там. Көкең міне келатыр, көкең келатыр. Қалай болды, қалай екен? Әдемі. Кайф па? Кайф.